Жамбылда Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы Нәби Момуновты еске алуға арналған көкпар мен аударыспақтан облыстық ашық турнир өтті. Ұлттық спорттан өткен дәстүрлі додада аудандар мен Шымкент қаласынан келген 11 команда бақ сынады. Келген көрермендердің де қарасы қалың. Сәйгүліктерін баптағандардың шарасын әріптесім Нұрлан Әбдікәрім тамашалап қайтты. Нәби Момуновқа арналған турнир биыл 5-ші рет өткізіліп отыр. Додаға 2 жыл қатарынан қатысып жатқандардың бірі Медет Молжігітов. Сәйгүлігін сайлап келген азамат осы жолы командасының жеңіспен қайтатынына сенімді. Осы жерге келіп, былтыр 2-ші орын алып қайттық. Қордай. Ойыншылар жас өспірімдер артымыздан еріп келе жатқан 2003-2000 жылғы палуандар бар арамызда. Үміт бар, жеңеміз деген. Жыл ішінде жүйрік көп, қазанаты бір бөлек. Ел ішінде жігіт көп, азаматы бір бөлек дейді. Әрине, бүгінгі дода өз деңгейінде өтуде. Бұл додаға сайдың тасында іріктелген тақымы тассай, жүректі һәм білекті азаматтар жиналған. Дегенмен, бап шабама, бақ шабама деген сөз де бар. Нәби Момунов әулиеата көкпар командасының негізін қалаған, әрі облыста командалық жүйедегі көкпарды дамытқан жандардың бірі. Бүгінде әке жолын ұлдар жалғастырып жүр. Додаға мұрындық болып жатқанда осы ұрпақтары мен облыстық спорт басқармасы. Енді бұл жердегі мақсатымыз біздің енді келешекте осы әулиеата құрамасына жас шабандоздарды, келешекте мықты шабандоздарды таңдап алу. Әрі облысымыздың біріншілігі чемпионаты, былайша айтқан кезде сол осы турнирді өткен команда облыс чемпионы деп атақ беріледі. Бүгін көкпардан бөлек аударыспақ ойындары да өтті. Онда 80-90 келі салмақтағы палуандар белдесті. Тілге тиек етейік, бас аяғы 150-ге жуық шабандоз бен палуандар қатысқан турнир жүлдесінің ауқымы да кең. Көкпарға 1 миллион, ал аударыспақтан жеңген адамға 300 мың теңге берілді. Нұрлан Әбдікәрім, Леспек Әбдіжаппар, Жеті Ньюс, Жамбыл ауданынан.